Сәлеметсіздер ме достар, бүгінгі менің өз қолыммен тігіп ал айдарыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай кез келген рубашкадан қызыңызға қалай жаңа көйлек тігуге болатын вариантын көрсететін боламын. Ол үшін бізге кез келген ерлерге немесе әйелдерге арналған көйлек және де қызыңыздың өлшемін алу үшін қызыңыздың шақ келетін көйлек керек. Ең әуелі қызыңыздың көйлегін мен өлшегендей етіп етегін өлшеп аламыз. Және де сол өлшемді көйлектің рубашканың екі жағына өлшеп біріктіріп соны қиып аламыз. Бұл қырқылған бөлек бізде көйлегіміздің етегі болады. Әрі қарай көйлектің кеуде тұсына кірісеміз. Кеуде тұсын бірінші белінен бастаймыз. Белінің өлшемін рубашканың тура ортасынан екі жағына симметричный етіп аламыз. Кейін кеуде тұсын аламыз. Кеуде тұсын алу үшін белі мен иық тұсының арасын белгілеп аламыз. Енді осы алынған белгіге көйлегіміздің жең ойықтары мен мойын ойықтарын белгілеп сызып шығу керек. Бәрін сызып әдемілеп дайындап болғаннан кейін матамызды асты-үстімен біріктіріп, инемен біріктіріп, аккуратно қырқып аламыз. Қырқып алып жатқан кезде артқы мойын ойығын алдыңғы мойын ойығына қарағанда кішкене жоғары етіп аламыз. Шамамен дайын болған кескін бізде осындай болады. Ары қарай көйлегіміздің өзін тігіп кірісеміз. Тігу барысын кеуде тұсынан бастаймыз. Матасын бірінші бір-біріне теріс беттестіріп, иықтары мен қолтықтарын біріктіріп тігіп аламыз. Шамалап енді бізде осылай болады. Ары қарай етегіне кірісеміз. Етек үшін етегіне дайындаған матаның шетін бір линия етіп тігіп шығамыз. Енді осы тіккен линияның үстіңгі жібін аккуратно біркелкетіп тартып отырып, кеуде тұсының беліне бірдей етіп фонарик ұсатып жиырып шығамыз. Жиырып атқан кезде жіптің үзілмеуін қадағалаңыздар. Егер де жіптеріңіз үзіліп кететін болса, онда оны сөгіп тастап басынан тағы бір тігіп шығып жиыру керек болады. Біріктіріп дайындап болғаннан кейін етегі мен кеуде тұсын біріктіріп тігіп аламыз. Почти көйлегіміз дайын болды. Енді бізге тегі мен мойындарын обрабатывать ету қалды. Ол үшін менде осындай аппақ лента бар. Осы лентамен мен айналдырып тігіп шыға саламын. Егер де сіздерде ондай лента болмаса, жай ғана қайырып тігіп немесе матаның қалған бөлігінен лента қырқып алып, сөйтіп сонымен айналдырып тігіп шықсаңыздар болады. Мінекей қызымның жаңа көйлегі де дайын болды. Маған және қызыма бұл көйлек қатты ұнады. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды және де жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі видеомыздың соңына да жеттік.
сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Көңіл бөліп көргендеріңізге көп рахмет. Көріскенше.